Ит жарықтық жылына 2 рет 8-ден күшіктейді. Қой жылына 1 қозыны әзер төлдейді. Итті ешкім сойып жемейді, ал қой жарықтық күн сайын қасапханадан асханаға аттанып жатыр. Бірақ сонда да қойдан көп мақұлық жоқ. Ит байғұс сонша туса да көбей алмайды. Қой неліктен мұншалықты берекелі? Себебі қойлар таң сахарда ұйықтамайды. Ояу халде тік тұрып тәңірсін еске алады. Сондықтан қойдан береке үзілмейді. Ит керісінше, түнімен қаңғып, айға қарап, үріп, сүйек саяғын кеміріп, түн ортасы ауғанша ұйықтамайды. Сахар уақыты туғанда марғауланып қалғып кетеді. Сондықтан оған береке дарымады. Ел жұртым, ұрпақ жұрағатым, береке бірлікте өсіп өнсін деген мұсылмандар сахар уақытында ұйықтамайды. Олар сергек халде иллалламен таңда тұрады.